Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Медеу Сәрсекенің «Қазақтың қанышы» роман-эссесі бойынша Сібір шамшырағында бөлімі. Сабағымыздың мақсаты даралау әдісі арқылы шығармадағы кейіпкерлер образын ашу, көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру. Ұлтымыздың кемеңгер перзенті Қаныш Сәтбаевтың ғұмыр жолын айшықтауға Медеу Сәрсеке 40 жылдан астам уақытын сарп етіп, біртуар ғалымның жарқын бейнесін тартымды һәм тұрлаулы еңбегімен қазақ қауымына танытқан қаламгер. Мемлекеттік түрлі қоймаларды, құпия ұсталған көптеген мұрағаттарды қажетіне жаратқан жазушы өз еңбегінде ұлы ғалымның замандастары мен туыстарының, үй ішінің жүрек жарды әңгімелерін, хаттар мен естеліктерін, геологиялық ғылыми құжаттарды пайдаланып, ғалым ғұмырнамасын қиял қоспасыз шынайы оқиғалармен қызықты өріп, Қаныш Имантайұлы өмірінің бел-белестерін бүкпесіз ашып, ұлағатты ерлікке толы істерін саралап та, даралап та ұлықтайды. Енді оқушылар, алдыңғы сабақта алған білімдеріңді тексеру мақсатында ақпараттың шын немесе жалған екенін анықтау кестесін толтырып көріңіз. Оқушылар, сіздерге өткен сабақта роман-эссенің «Сібір шамшырағында» бөлімі оқып келуге тапсырылған болатын. Өздеріңіз оқып танысқаныңыздай, бұл бөлімнің «Сібір шамшырағында» деп аталуының өзіндік себебі бар. Мына үзіндіге назар аударайықшы. Технология институты Почтамт пен бульвар көшелерінің өзара түйіскен тұсында орналасқан. Почтамт көшесі қала мен қойындасып жатқан тақиядай дөңгелек төбенің етегінен ұшар басына дейін созылады. Университет те, институт та сол төбенің қала жақ іргесінде бір-біріне иық тіресе іргелес тұрғызылған ғимараттар. Екеуі де Том губерниясы ғана емес, ұлан байтақ Сібір өлкесі мен Қазақстандағы беткеұстар жоғары оқу орындары. Сол үшін де зиялы қауым Том өзенінің жағасында ірге тепкен бұл қаланы 19 ғасырда-ақ Сібірдегі шамшырақ атаған. Кейде тіпті ескі грек жұртының атақты ғылым ордасына теңеп, Сібірдің Афинасы деп те құрметтеген екен. Міне, үстіне қазақы күпі киіп, елтірі тымағын қолтығына қысқан, кең қоныш саптама етігімен айнадай жылтыр паркетті тосырқағандай жасқана басып, мынау жабайы далалыққа мұнда не бар дегендей ой туғызған. Жас бала, дала баласы Қаныш, сол күні математикадан емтиханды үздік тапсырып, технология институтының кен факультетінің студенті атанды. Енді оқушылар, біздің сабағымыздың мақсатына қарай даралау әдісі бойынша кейіпкердің образын ашу. Жалпы естеріңе сақтаңыздар, жинақтау бұл әдеби тип жасау әрекеті. Көркем шығармадағы жинақтау тип, даралау мінезге әкеледі. Зейнолла Қабдоловтың зерттеуінде типтендіру деген суреткердің іс жүзінде өмір шындығын өз дүниетанымы тұрғысынан белгілі бір уақыт пен кеңістікке, әлеуметтік орта мен дәуірге сай талғап тануы, таңдап іріктеуі және жинақтауы, сол арқылы өзі жасап отырған көркем бейнені сомдауы, тұлғаландыруы, даралауы болып табылады деген екен. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай концептуалдық кесте. Бұнда кейіпкер Қаныштың іс-әрекеті мен мінезін, автордың осы кейіпкерге көзқарасын шығармадағы тілдік қолданыс арқылы дәлелдеп көріңіз. Дескрипторы, кейіпкер мінезін анықтайсыздар, тілдік қолданыстар арқылы дәлелдейсіздер. Жақсы балалар, кейіпкеріміз Қаныштың іс-әрекеті мен мінезі бұл бөлімде ісіне тиянақтылығы мен, білімге құштарлығы мен, төзімділігі мен көрініс табады. Математикадан бұдан 2 жыл бұрын тиянақты әзірлігін ұмыта қойған жоқты, бұрын соңды білгенін қайрап пысықтады деген ойда, ол өзінің осыған дейін оқыған білімін пысықтай отырып, институтқа тапсырған математика пәнінен емтиханын үздік тапсырған болатын. Сонымен Қаныш технология институтының кен факультетінің студенті,
көптен бергі арманы жүзеге асып, білімнің биік ордасына қолы жеткен бақытты жан. Яғни Қаныш білім жайында ойлап қана қойған жоқ, оны жүзеге асырды. Яғни асқақ арманына қол жеткізу үшін осы институтқа келіп оқуға түскен болатын. Ашпыз деп ешкімде оқуды тастап кеткен жоқ. Өйткені жұтқын тілеуінен гөрі білімге құштарлығымыз артығырақ еді деген сөйлемде, яғни бұл сол кездегі студенттердің барлығының басынан өтіп жатқан оқиға арқылы Қаныштың бойындағы да төзімділікті көреміз. Ешқандай қиыншылыққа мойымай сол институтты оқып білім алып бітіріп шығады. Енді оқушылар Қаныштың мінезін әлі де тереңірек білу үшін мына естеліктерге назар аударайықшы. Қазақ ССР еңбек сіңген мұғалім Алексеевтің естелігінен 1911-12 оқу жылының бірінші жартысында училищені дайындық бөлімінде оқыған Қаныш Сәтбаев білімге құштар, ынталы шәкірт екенін аңғартты. Барлық пәндер бойынша әрдайым үздік бағалар алудан тынбады. Сол себепті училищенің ұстаздары кеңесі екінші жартыжылдықта оның бірінші сыныптың келесі басқышына бірден көшіру туралы шешім қабылдады. Шәкірт Сәтбаев ұстаздарының сенімін ақтады. Үздік оқып, жазған емтихандардан өте жақсы бағалар алды. Сөйтіп ол училищенің бірінші бөлімін 2 жыл оқудың орнына 1 жылда тәмамдады. Әлкей Марғұлан естелігінен оқудан бос уақытын студент Қаныш бір ғана іске, ой санасын байытуға жұмсайды. Бос уақытын Том университетінің бай кітапханасында өткізіп, қазақ халқының тарихы, этнографиясы, әдебиеті туралы жазылған деректерді үңіле оқиды. Олар жайында бірнеше мақала жазып, кейбір әдебиет үлгілерін баспаға дайындайды. Қаныш Сәтбаев қарапайым мінезі бір тоға шәкірт еді. Оның білімге зор ынтасын бірден байқадым, деп куәлік етеді геология-минералогия ғылымдарының докторы профессор Хохлов. Арнаулы әдебиеттерді оқуға ол әбден құнығып алды. Көбіне кешкі уақыттарда шұғылданатын. Бірде мен оған кафедрадағы кітапхананы қарап шығуға кеңес бердім. Одан соң Вальтердің «Шөл даланың түзілуі заңдары» деген кітабын оқуды тапсырдым. Кітапты қайтарған кезде ол маған көптеген сұрақтар қойды. Өйткені Қазақстанның өзіме мәлім бөктерінде жер бедерлерінің қалайша пайда болған енді ғана түсінген сияқтымын дегені есімде қалыпты. Оқушылар, бұл шығармадағы көтерілген мәселенің жаңашылдығы неде? Аз жылдақ Сібірдің қиыр түкпірінде аса күшті ғылыми дайындығы жан-жақты жаңа ұя Сібір геологтарының мектебі дүниеге келді. 1,5 жылдай уақыт өз ауылында жан күйттеп жатқанда ол институттағы оқуына дайындықпен қоса Киселевтің жұртқа мәлім оқулығы негізінде қазақша алгебра жазуға кіріскен еді. Бұл жаңашылдықты өздеріңіз де ары қарай толықтырасыздар. Сонымен балалар, бұл сабақта біз нені меңгердік? Даралау әдісі арқылы шығармадағы студент Қаныштың бойындағы мінезіндегі ерекшеліктерді анықтадық. Шығарманың жаңашылдығына баға бердік. Оқушылар, мен сіздерге өзіндік жұмыс бергелі отырмын. Бұл өзіндік жұмыстың бірінші тапсырмасы шығармадағы Имантай Ақсақал мен технология институтының профессоры Шумилевтің дара мінездерін анықтап көріңіз. Бұл кейіпкерлерді мен жай ғана беріп отырған жоқпын. Өйткені Қаныштың өмірінде дұрыс қадам басуына, білім алуына үлкен септігі тиген кейіпкерлер. Осы адамдардың бойындағы қасиеттерді тауып көріңіз. Екінші бөлімді оқи отырып, өз көзқарасыңмен шығарманың жаңашылдығына баға беріп көр. Жаңағы өздеріңіз бірге талдаған жаңашылдыққа қоса, өздеріңіздің де көзқарастарыңызды қосып көріңіздер. Оқушылар, сабақты қорытындылай келе, осы сабақта алған білімдеріңізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап көріңіз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.